Сәлем балақай, сені бүгін мен каналымда көргенмен өте қуаныштымын. Каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа. Олай болса біздер әліппе сабағынан Қ дыбысы мен әріпін өтетін боламыз. Оқулығымыздан номері 31-ші тақырыпты ашамыз. Суретке назар аударайық. Бүгінгі күн қандай? Бүгін күн жылы. Аулада нелер жүр? Аулада қозы және лақ жүр. Балалар не істеді? Балалар асық ойнады. Енді осы сөйлемдерден мәтін құрастырайық. Бүгін күн жылы. Аулада лақ және қозы жайылып жүр. Балалар асық ойнады. 3 сөйлемнен тұратын мәтін құрастырдық. Осының ішіндегі аулада қозы мен лақ жайылып жүр деген сөйлемді алайық. Бұның ішінде қозы және лақ. Қозы. Бұл жерден ең бірінші Қ әрпін, Қ дыбысын естиміз. Қ дыбысы дауыссыз дыбыс. Балақай, келесі тапсырма бізде оқып жатуға берілген тапсырма. Қане бірге оқып шығайық. Ақ, лақ, қар, қара, қал, қала, қалта, тақта. Келесі. Ақ, лақ, қара, тақта. Лақ, ақ, тақта, қара. Келесі Қаратау. Анау Қаратау. Ол қала. Қанат, қала, арала. Келесі Қ дыбысы. Қ дыбысы дауыссыз дыбыс. Бұл жерде сызба берілген. Сызба бойынша біз сөзді табуымыз қажет. Бұл жердегі суреттердің қайсысы сәйкес келеді? Оны білу үшін біздер алдымен бұл жердегі буын санын анықтап алайық. 2 буыннан тұрады, 5 әріптен, 2 дауысты, 3 дауыссыз дыбыстан тұрады. Бірінші тұрған бұл тышқан. Буынға бөліп көрейік. Тышқан 2 буыннан тұрады. Бірақ бұл тышқан деген 6 әріптен тұрады. Т, Ы, Ш, Қ, А, Н. Сондықтан ол сызбаға сәйкес келмейді. Келесі қарға. Буынға бөлеміз. Қарға 2 буыннан тұр, 5 әріптен тұрады. Бұл сызбаға сәйкес келеді. Сонда бұл сызбаның жауабы қарға екен. Келесі асық. Асық 2 буыннан тұрады, бірақ асық. А, С, Ы, Қ. 4 әріптен тұрады. Сондықтан бұл сызбаға сәйкес келмейді. Жауабы қарға. Енді тышқан деген сөзде Қ сөздің ортасында, қарға деген кезде сөздің басында, асық деген кезде сөздің соңында кездеседі. Қ әріпі сөздің басында, соңында және ортасында кездеседі. Балақай, бүгінгі тапсырма аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.